Барлықтарыңа сәлем. Бүгін сіздермен ентіда ең жиі кездесіп жүрген осы комплекс сандар тақырыбына байланысты теорияларды, формуланы және де плюс есептерді көрсететін боламын. Яғни максималды ең көп кездесіп жүрген осы ентіда келеді деген есептерді теріп сіздерге дайындап қойдым. Енді соны бірге шығарайық. Видеоны аяғына дейін көріп шығып, және де керекті мәліметтер болса, онда жазып отсаңыздар болады. Сол кезде ғана осы алынған білімнің эффектісі болады. Онда кеттік, сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші комплекс сан деген ұғыммен танысып алайық. Жалпы комплекс сан деген не? Біз осы уақытқа дейін, міне, ең соңғы ол r нақты сандар жиыны деп айттық. Яғни минус шексіздіктен бастап плюс шексіздікке дейінгі сандар. Бұл r нақты сандар жиыны дедік. Бұл нақты сандар деп айттық. Енді бізге тағы да комплекс сан дейтін ұғым келді да ше. Ол комплекс сан ол минус шексіздік пен шексіздіктің арасында жатпайды. Ойлап қараңыздаршы, мынау мен мынаның арасында комплекс сан дейтін сан жатпайды. Ол с, бөлек сан уже. Ол бізде бір ғана сан, яғни i деп отырғанымыз, ол түбір асты минус 1-ге тең. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Бізде осы уақытқа дейін түбір астынан теріс сан шықпайды ғой деп үйретті ғой деп ше. Неге бұл жерде теріс сан шығып жатыр деген сияқты. Бұл осылай қабылданған теорема ше. Осылай қалады. Яғни i тең түбір асты минус 1. Немесе бетіп астына бөлек жазып қойсақ болады. Міне, дәл осыны қағаз бетіне түсіріп отсаңыздар, i квадрат, i-дың квадраты, яғни екі жағын квадраттап жереміз, түбірі кетіп қалады да, тең болады минус 1-ге. Осы екі ғана нәрсе, осы екі нәрседен бізде көп қазір формула, теорема шығаратын боламыз. Ал кеттік, осы негізгілеріне көшейік. Енді z тең a плюс bi, яғни бұл жердегі a деген, b деген ол какой-то бір сандар, ал z деген ол комплекс сан. Яғни сіздерге мынандай түрде келеді. z тең 1 плюс 2i. Бұл қандай сан? Әрине бұл комплекс сан. Енді тағы да осындай 1-2 мысал жазып өтейін. z тең минус 2 минус 3i дейді. Яғни құрамында мынандай i деген сан кездесетін болса, ол комплекс сан бола береді екен. Тағы да бір мысал келтірейін. z тең 3 плюс 5i. Яғни a мен бұның орнына кез келген санды қойып жаза берсек болады. Ал келесі, енді өзара тең комплекс сандар және де комплекс санның жорамал нақты бөліктері. Енді жаңа сіздерге айттық қой, z тең a плюс bi дедік. Енді бұл жердегі қайсысы жорамал бөлік, ал қайсысы нақты бөлігі екенін қазір ажыратамыз. Міне қараңыздар, i-ға көбейтіліп тұрған бөлігі ше, міне комплекс санға көбейтіліп тұрған бөлігі ол жорамал сан, яғни белгісіз сан десек те болады. Бұл бізде жорамал сан. Ал мына а деп отқанымыз ол нақты сан. Яғни очевидно, бұл жерде мысалы 5 плюс 2i болса, міне z тең 5 плюс 2i. Бұл жерде жорамал бөлігі 2-ге тең, міне жорамал бөлігі. Ал мынау бізде 5 дегеніміз ол нақты бөлігі, яғни нақты сан. Нақты бөлігі ол нақты сан. Сонда а бізде нақты бөлігі. Енді өзара тең комплекс сандар деп нені айтамыз? Бізде қараңыздар, жорамал және де нақты бөліктері бір-біріне тең болатын болса, ол өзара тең комплекс сандар. Мысалы, былай айтып тұрды ол ше, z тең мысалы 5 плюс 2i, немесе z тең 2i плюс 5. Яғни екеуінің тым айырмашылығы жоқ қой. Міне нақты бөлігі мен нақты бөлігі тең, және де жорамал бөлігі мен жорамал бөлігі бір-біріне тең. Бұндай
теңдіктерді біз өзара тең комплекс сандар деп атайды екенбіз. Енді бірінші мысалға назар аударайық. Қараңыздар, z тең x плюс 3i және де w тең -2 плюс yi комплекс сандары өзара тең болатындай етіп x пен y-тің мәндерін анықтау қажет. Яғни екеуі бір-біріне тең болу үшін x пен y нешеге тең болу керек деп тұр. Қараңыздар, ереже бойынша жорамал және нақты бөліктері бір-біріне тең болатын болса, өзара комплекс сандар деп аталады. Значит, мына жердегі x пен, мына жерде x пен, мына жердегі -2 бір-біріне тең болу керек. Сонда x тең -2, ал мына жерде y-тің орнында не тұру керек? Әрине, ол 3 тұру қажет. Сонда y тең болады 3-ке. Сонда x тең -2, y тең 3-ке тең болған кезде осы екі комплекс сан бір-біріне тең, яғни өзара тең комплекс сандар. Келесі өзара түйіндес деп өзара түйіндес комплекс сандар деп атайды. Бұл оп-оңай болды ше. Қараңыздар. Мысалы z тең a плюс pi комплекс санына z тең a минус pi комплекс саны түйіндес. Яғни міне, мынау b-ның алдындағы таңба плюс болса, мына жақта минус. Сол ғана ерекшелік болды. Мысалы келтірейін, мына жақта мысалы мына жақта z тең 3 плюс 2i деп тұр. Сонда бұған түйіндес, яғни түйіндесті сіздер былай белгілейсіздер. Мынау төбесінде сызығы болса, ол түйіндес деген сөз. Ол түйіндес. Мынау z ол оригинал, яғни оригинал версиясы міне мынау z қой. Ал оның түйіндесі міне төбесіне осындай сызықша салып қойсыздар. Оригинал деп қойын. Енді қараңыздар. Бұл жерде бірінші мысалда z тең 3 плюс 2i. Значит, түйіндесі z міне төбесін сызып қоямыз, тең 3 минус 2i болады. Неге? Өйткені бізде мына жақта плюс еді, ал мына жаққа барып минус бола салады. Түйіндесі кері таңба деп жаттап алсақ болады. Келесі z тең 4i. Яғни i-дың алдындағы сан, ол мына жақ плюс болып тұр ғой, мына жақта таңба, ол плюсы жазылмайтындықтан тең z тең минус 4i. Яғни түйіндесі минус 4i-ға тең. Енді келесі 3 пен 4-ті міне дәл қазір отырып өздеріңіз черновикке шығарып тастаңыздар. Мына видеоны паузаға қойыңыздар да 3 пен 4-ті пытырлатып шығара салыңыздар. Сол кезде осы видеоның эффектісі болады. Ал кеттік. Келесі комплекс сандарының модулін анықтау керек. Яғни біз модульді қалай анықтаймыз? Бізде міне мынау 4, мынау минус 3. Яғни осы z1-дің модулін анықтау керек. Ол үшін не істейміз? Екеуін квадраттап жеріп түбірасын аламыз. Яғни 4-тің квадраты міне минус 3-тің квадраты. Яғни екеуінің квадраттарының қосындысы 25, и түбірасы 25, ол 5-ке тең. Значит, бұның модулі міне z1-дің модулі ол неге тең? Әрине 5-ке тең. Енді келесі z2. Z2 бізде мынау a-мыз міне минус 2-ке тең, ал b-да минус 2-ке тең. Значит, минус 2-нің квадраты қосы минус 2-нің квадраты. Ол 8, 2 түбірасы 2. Яғни z2 бізде z2-нің ұзындығы, яғни екінші комплекс санның ұзындығы, ол 2 түбірасты 2 екен. Енді келесі мысалды давайте бірге шығарып көрейік. Мысалы, мына жерде модулін анықтауымыз керек. Яғни z модуль деп қояйық. z и модуль тең түбір астында 3-тің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Сонда 3-тің квадратына 2-нің квадратын қоссақ 9, 4, 13. Сонда бізде ұзындығы түбірасты 13-ке тең екен. Видео ұнап жатса және де түсінікті болып жатса, давайте лайктарыңызды басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Басқа қандай тақырыпқа байланысты видео шықсын, соны комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Кеттік ал. Екіншісінде бізде мынау ерекше, басқаларына қарағанда. Бұл жердегі а қайқа кетті деген сұрақ туындайды. Бізде мына жақта а 0-ге тең, яғни 0 плюс 4i. Яғни бұл а-ның орнында 0 тұр да уже ше, ал b-ның орнында 4 тұр. Сонда модулін тапқан кезде z модуль бұндай кезде мынаны квадраттап түбірасын алсақ ештеме өзгермейді. Мынау 4 па? 4 болып қалады. Яғни 4 деп қоя саласыздар
болды. Яғни оны дәлелдеуге болады. Міне түбірасын аламыз, дәл мынандай қылып. 0-дің квадраты плюс 4-дің квадраты. И бұл 16 шығады ғой. 16 түбірасынан тағы да 4 шығады. Сондықтан бұған қатты бас ауыртудың қажеті жоқ. Бірден 4 деп жіберсеңіздер болады. Сіздерге енді тауып отқан кезде уақыт маңыздырақ. Енді 3 пен 4-ші есепті давайте осы комментарийге жазып кетіңіздер и өздеріңізде бөлек шығарып кетсеңіздер болады. Так, келесі есеп, мына жерде есептейік деп тұр. Яғни айдың 17 дәрежесі. Мына қара маркер алайын. Бізде айдың 17 дәрежесі. Қосылған айдың, ай дегеніміз ол комплекстан, барлығымыз білеміз уже. И айдың 19 дәрежесі. Енді қараңыздар, бұл жерде жаңа айттық, ең басында айтып өттім ше. Айдың квадраты, әрине ұмытқамасаңыздар, айдың квадраты ол -1-ге тең. Ал айдың өзі ол түбірасты -1-ге тең. Бізге мынау өте маңызды рөл ойнайды. Ай квадрат тең -1 дейді. Яғни барлығын біз айдың квадратына келтіреміз. Яғни біз айдың квадраты жақшаға аламыз. Так, 8 дәрежесі дейміз. Неге? Өйткені 2 мен 8-ді көбейтсең 16 дәреже шығады. Енді мынаяқта 17 дәреже ғой, оған 1 қосылу керек. Яғни көбейту ай дей саламыз. И 1 дәреже көбейтілген кезде қосылып кетеді. Сонда полный айдың 17 дәрежесі шығады. Қосылған айдың 18 дәрежесі. Ол ай квадраттың 9 дәрежесі де болсақ. Яғни жақшаның сыртындағы мен ішіндегі дәреже екеуі көбейтіліп 18 дәрежесі болып кетеді. Қосылған айдың 19 дәрежесі. Дәл жаңағыдай мынандай ұқсатып аламыз. Яғни айдың квадраты дейміз міндетті түрде. Ең жақын санды аламыз. Мысалы 9. 9 дәрежесі. Ай квадраттың 9 дәрежесі. Міне 18 дәреже болды уже. И 18 дәрежені какты біз жеткізуіміз керек 19-ға. Сол үшін айдың 1 дәрежесін қоса саламыз. Енді кеттік. Мынаны орындарына қоя саламыз. Негізі оп-оңай шығатын есеп сіздерге ашып түсіндіріп жатырмын. -1-дің 8 дәрежесі көбейтілген ай. Қосылған ай квадрат, яғни -1-дің 9 дәрежесі. Қосылған -1-дің 9 дәрежесі көбейтілген ай. Енді давайте осыны есептейік. Так, -1-дің 8 дәрежесі. Қараңыздар, жұп дәреже и терістен. Жұп дәреже болған кезде плюске айналып кетеді. Мысалы, -1-ді өз-өзіне 8 рет көбейтсек, әрине +1 болады ғой. Сонда айдың өзі қалады мынаяқтан. Міне айдың өзі қалды. Енді -1-дің 9 дәрежесі. Ол -1-ге тең. Яғни тақ дәрежесі ол -1-ға тең. Қосылған -1-дің 9 дәрежесі. Ол да тоже -ға тең. Сонда ай болады. Енді плюс ай, мынадайықта -ай. Екеуі қысқарып кетеді да, -1-дің өзі қалады. Сонда жауабы бізде -1 бола салады екен. Енді мына өрнекті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Мынадан неше шығады? Осыны өздеріңіз жеке бөлек орындап көріңіздер. Дәл қазір видеоны тоқтатып қойып орындасаңыздар өте керемет болады. Енді келесі мына есепке оралайық. Мына есеп барлықтарыңызға көрініп тұрған шығар. 8 плюс 6 ай, 6 плюс 4 ай. Яғни сандары мен сандарын қосамыз. Міне сандары мен сандарын бірге қосамыз да, и жорамал бөлік пен жорамал бөлікті бірге қосамыз. Яғни нақты бөліктер ғой. Міне нақты бөлік, мынау да нақты бөлік. Ал мына жерде жорамал бөлігі, мынау да жорамал бөлігі. Екеуін осылай бірге қоса саламыз. Так, 8-ге 6-ны қоссақ 14. 14 и 6 айға 4 ай қоссақ 10 ай болады. 14 плюс 10 ай. Болды, есеп шықты. Енді дәл осыны өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді келесі есеп бізде кәдімгі қысқаша көбейту формуласын білесіздер ғой. А плюс b-ның квадраты. Яғни А плюс b-ның квадраты. Осы дәл осы формулаға қоя саламыз. А-ның квадраты плюс 2АV и плюс b-ның квадраты. Дәл осыған сала саламыз. 7-ның квадраты 49
қосылған. Так, 2av, яғни 2-ні аға көбейтеміз, яғни 2-ні 7-ге көбейтсек 14, 14-ті 3 айға көбейтсек 42 ай болады. Қосылған 9 ай квадрат, яғни бұның квадраты 9 ай квадрат. Енді қараңыздар, ай квадрат не дедік? Ай квадрат уже жаттап алдыңыздар, -1-ге тең. Значит, мынаның орнына біз -1-ді апарып қоя салады екенбіз. Так, сонда 49, -9 болады. 49-дан 9 азайтсақ 40, 40 плюс -1-ге тең ғой. Сонда 40 плюс 42 ай шығады. Жауабы осы. Енді мынаны дәл осылай шығара салыңыздар. Яғни 4 пен 3-ті көбейтесіздер, 4 пен 2 айды көбейтесіздер, ай мен 3-ті көбейтесіздер, ай мен 2 айды көбейтесіздер. Соңында осылай есептей саласыздар. Сол кезде жауабы шыға салады. Енді так, бізде келесі Z пен W сандарын қолданып, мына сандарды есептеңдер дейді. Z түйіндес, W түйіндес. Яғни Z пен W-дің біз түйіндес бөліктерін алып алайық. Так, Z-тің түйіндес бөлігі 2 минус 3 ай болады. Яғни неқта плюс еді, ол түйіндес болғандықтан минусқа айналып кетті. Ал W бізде так, 6 минус 4 ай еді, 6 плюс 4 ай болып кетеді. Сонда екеуін қоссақ, міне 2 минус 3 айға 6 плюс 4 айды қоса саламыз. Сонда 2 мен 6 қосылады 8, 4 айдан 3 айды азайтып тастаймыз, сол кезде плюс ай қалады. Жауабы міне осы болады. Ал мынаны сіздер өздеріңіз есептеп көріңіздер. Так, келесі есеп бізде P плюс QI түрінде жазуымыз керек. Яғни бұны қалай жазсақ болады. Енді бұны сіздер бұлай қыласыздар, қараңыздар. 1 бөлінген 3 плюс 4 ай, 3 плюс 4 ай. Енді осыны иррационалдықтан құтылуды білеміз, барлығымыз. Дәл сол сияқты бұның да комплекс саннан құтыламыз. Яғни мынаның түйіндесіне көбейте саламыз. Түйіндесіне көбейтіп бөлеміз. Яғни түйіндес қандай? 3 минус 4 айға көбейтеміз. Екі жағында 3 минус 4 ай. Міне ештәме өзгерген жоқ. Алымында, бөлімінде бірдей санға көбейттік. Яғни мынаның түйіндесіне көбейтіп тастадық. Енді төбесі 3 минус 4 ай болып қалады. Ал асты, қараңыздар, А плюс В, аны білет шығарыңыз, барлығымыз қысқаша көбейту формуласын. А минус В. Яғни екеуінің көбейтіндісі ол А квадрат минус Б квадрат. Яғни мына 3 пен 3-ті көбейтеміз 9. 4 ай мен 4 айды көбейтеміз минус 16 айдың квадраты шығады. Енді қараңыздар, ай квадрат ол минус 1-ге тең. Мұны астына жазып қойын. Сонда минус пен минус плюс болып кетеді. 9 плюс 16 25 шығады. 25 3 минус 4 ай. Енді мынау түрге әлі келген жоқ бізде. Осы түрге келтіру үшін 25-ті екеуіне кезек-кезек бөліп шығамыз. 3 бөлінген 25 азайтылған 4 бөлінген 25 ай. Яғни бұл жердегі А дегеніміз, так, А дегеніміз неге тең? А дегеніміз бізде міне. Мынау бізде Аға тең, ал мынау бізде Бға тең. Сонда А минус Б ай. Мына түрге келді. Бітті. Есеп шықты. Енді келесі берілген теңдікті қанағаттандыратын нақты А және Б сандарын табыңыз деген. Енді мына төбесіндегі өрнекті көрсетейін, сіздер дальше өздеріңіз алып кетесіздер. Так, мына жерден не істейміз? Қысқаша көбейту формуласын орындаймыз. А-ның квадраты плюс 2АБ плюс Б ай квадрат. Енді осы тең 21 плюс 20 ай дейік. Енді қараңыздар, мына жерде Б ай квадрат. Ай квадрат тоже минус 1-ге тең, Сонда А квадрат, минус Б квадрат болады. Минус Б квадрат плюс 2АБ ай. 2А көбейту Б көбейту ай шығады. Енді бұл тең болады 21 қосу 20 ай. Енді осы жерде мынау нақты бөлігі А квадрат минус Б квадрат. Ал жорамал бөлігі 2АV.
Сонда 2av деп отырғанымыз ол 20-ға тең, ал a квадрат минус b квадрат деп отырғанымыз ол бізде 21-ге тең. Так, осыны шығара саламыз, болды. Сонда a көбейту b бізде 2-ге қысқартамыз екеуінде. Сол кезде 10 қалады. a көбейту b 10-ға тең, ал a квадрат минус b квадрат ол тең 21-ге. Сонда былай ауызша есептесек болады осыны. Яғни көбейтіндісі 10-ға тең, квадраттардың айырымы 21-ге тең. a тең болады 5-ге, v тең болады 2-ге. Осылай қалдырсақ болады. Немесе a тең болады минус 5-ге, v тең болады минус 2-ге. Міне осы екі жауапты не істейді? Қанағаттандырады. Сонда міне дәл осылай осыны өздеріңіз тапсаңыздар. Кеттік. Келесі есеп. Дәл жаңағыдай x плюс y ай түріндегі жазу керек. Біз не істейміз? Наның түйіндесіне көбейтеміз. Яғни 1 плюс ай еді, 1 минус айға біз алымын да бөлімін де көбейте саламыз. Сонда наны көбейтсек, 1-дің квадраты 1 минус ай квадрат. Айдың квадраты. Ай квадрат ол минус 1-ге тең ғой. Енді мына жерде 2 плюс 3 ай, 2 плюс 3 ай жақшаға аламыз, 1 минус айға көбейте саламыз. Енді мына жерде 1 минус минус 1, яғни минус пен минус плюс болып кетеді да, астында 1 плюс 1 тең 2 болады. Ал төбесінде 2 мен 1-ді көбейтеміз 2, 2 мен минус айды көбейтеміз минус 2 ай, 3 ай мен 1-ді көбейтеміз. Сол кезде 3 айдың өзі, ал мына жерде 3 ай мен минус айды көбейтсек, минус 3 айдың квадраты. Так, сонда мына жерде екеуін азайтсақ, так, мына жерде минус 1-ге тең ғой. Минус 1, минус екеуі плюс болып кетеді да, 3 плюс 2 тең болады 5-ге. 5 плюс 3 айдан 2 айды азайтамыз, айдың өзі шығады. Бөлінген 2. Осылай сіздер 2-ден 5 плюс 2-ден 1 ай деп қалдырсаңыздар болады. Міне. Ертең ентіда міндетті түрде осындай есептер келеді. Жақсылап осы тақырыпты түсініп алыңыздар. Енді наны өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді квадрат теңдеуді шешіңдер дейді. Так, біз квадрат теңдеуді қалай шешеміз? Бұны кәдімгі дискриминантқа саламыз. Яғни қалай саламыз? d тең 10-ның квадраты азайтылған 4ac емес па? 4 көбейтілген 29 тең болады. Так, 100-ден, так, 4-ті 29-ға көбейтсек 116 шығады, минус 116. Сонда 100-ден 116-ны азайтсақ бізде минус 16 шығады. Енді біз табуымыз керек нені? x1 және де x2-ні. Так, x1, x2-ні табу үшін не істейміз? Әрине біз минус бұдан бастаймыз. Минус пен минус плюс болып кетеді. 10 плюс минус. Мына жерден қараңыздар, түбірасты 4-дің квадраты, яғни 16, көбейтілген ай квадрат. Яғни мына жерде минус 1-ді ше, біз минус 1-ді ай квадрат деп алдық ше. Айдың квадраты. Өйткені айдың квадраты минус 1-ге тең ғой. Сонда 16 ай квадрат болады. Ол 4-дің квадраты көбейтілген ай квадрат болады. Яғни дәл осылай қалдырамызда бөлу 2 дейміз. Сонда жауабы бізде 10 плюс минус 4 квадраттар қысқарып кетеді түбірмен. Сол кезде 10 плюс 4 ай бөлінген 2. Яғни екеуіне бөліп шықсақ 5 плюс минус 2 ай шығады екен. Сонда жауабы 5 плюс минус 2 ай. Сонымен бүгінгі тақырып аяқталды. Мына соңғы есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Егер де видео ұнаса лайк басып, келесі қандай тақырып шықсын, сол тақырыптың қандай тақырып қиын жалпы, соны жазып жіберсеңіздер болады комментарийге. Жақсы, сау болыңыздар. Алдағы күндерге сәттілік тілеймін.